Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Халық арасында доллар гүлі аталып кеткен замекулькас гүлі жайында болады. Мен сізге доллар гүлі деп атай берейін. Бұл гүлдер жағдайы өте нашар күйде келді. Жапырақтары сарғайған, сабақтары әжімделген, көріп тұрғандарыңыздай тамырлары шіріген күйде келді. Видео өте ұзақ болады. Егер соңына дейін шыдап қарайым десеңіздер, алдын ала рахметімді айтып қояйын. Доллар гүлі суды өте көп мөлшерде құйса, астындағы картошкасы клубин дейді, шіріп кетеді. Жапырақтары арқылы ол белгі береді. Бұл гүл өте шыдамды, өте төзімді гүл. Біз оны айналып келіп суара береміз. Тамырдың шіруіне, жапырақтарының сарғаюына, сабақтарының әжімделуіне алып келеді. Не қарап тұрсаңыз, картошкасы шіріп кеткен, тамырлары қарайған, шіріген. Жағдайы өте нашар. Бұл доллар гүлі негізі суды көп ұнатпайтын гүлдер. Сондықтан ескеріп кететін бір жайт, суды көп құймаңыз. Енді осындай жағдай болып қалды. Біз суды көп құйып, картошкасын шіртіп алдық. Енді не істейміз? Ең алдымен гүлді горшоктан босатамыз. Яғни топырақтан босатып, толық тамырын тексеріп шығамыз. Видеода көріп тұрсаңыз, замекулькас гүлінің біріншіден топырағы ауыр, екіншіден тамырлары барлығы шіріп кеткен. Мүмкін арасында сау тамырлары бар шығар. Оны қазір видео барысында көресіздер. Осылай барлық горшоктағы гүлдерімді босатып шығамын. Видеода болып жатқан процесті қарай отырып, менің бірнеше кеңестеріме құлақ сала отырыңыздар. Доллар гүлін өсірудегі бірнеше ерекшеліктерді атап кетейін. Ең алдымен доллар гүлінің тамыры шамалы тарлау ыдыста тұрған дұрыс. Егер тамыры горшокқа тақалып тұрса, яғни ыдысы тығыз болып тұрса, жасыл бөлігі көбейеді. Сондықтан замекулькас гүлін үлкен ыдысқа отырғызбаңыз. Егер үлкен ыдыста тұрса, сіз бұл гүлдің өсуін ұзақ күтесіз. Тамыры горшокты жайлайым дегенше көп уақыт кетеді. Және тамырының шіріп кетуіне сіз жол ашасыз. Екінші, ол суару. Орташа бір қалыпты суару. Көп адамдардың жіберетін қатесі. Егер кішкентай гүл болса сізде, аптасына 100 грамм су құйсаңыз болады. А егер үлкен ыдыс болса, онда көлеміне қарай 500 граммға дейін көбейтесіз. Және суару деңгейін бақылайсыз. Тамыры ыдысты толтырған болса, онда ол суды көп ішеді. Себебі тамыры бүкіл горшокты қамтыған. А егер тамыры горшокты қамтымаған болса, яғни жаңа отырғызылған, жаңа қайта көшірілген болса, онда суару деңгейін, суару мөлшерін азайтасыз. Үшінші, ол тыңайтқыш. Замекулькас гүлін міндетті түрде көктем, жаз айларында тыңайтқыш беруіміз қажет. Наурыз, қыркүйек айлары тыңайтқышты қажет ететін уақыт. Күз, қыс айлары демалыс болады. Тыңайтқышты суды аса қажет етпейді. Бірақ жапырақтарын қыс айларында сүртіп тұруымызға болады. Жапырақтары жылтыр, әдемі болады. Жапырақтары арқылы ауа жұтады. Және бір ерекшелік, замекулькас гүлі таза ауаны жақсы көреді. Яғни мүмкіндік болса, балконға, есік алдында навес, беседка болса, яғни желден, күннен қорғалған бір орын болса, онда сол жерге арасында қатты ыстық болмаса шығарып тұрсаңыз болады. Сіз нәтижені байқайсыз. Егер таза ауаға есік алдына шығаруға қорықсаңыз, онда көктем, жаз айларында жарықтың жақсы түсуін қамтамасыз етіңіз. Яғни жарық жерге қойыңыз. Жарық 12 сағат көлемінде түсіп тұрса жарайды. Жарық деген ол тікелей күн сәулесі емес. Тікелей күн сәулесі бұл гүлдің жапырақтарын күйдіріп тастайды. Жапырақтары күйіп қалған жағдайда түсі өңіп кетеді. Тіпті қарайып кетуі мүмкін. Егер жарық жеткіліксіз болса, мына жапырақтары ұзарып, діңі жіңішке болады. А егер жарық жеткілікті деңгейде түсіп тұрса, діңі жуан, жапырақтары қалың, ірі, әдемі болады. Тағы бір ерекшелік, бұл замекулькас гүлінің түбінде картошкасы болады. Сол картошканы түбіне қарай тереңдетіп қажеті жоқ. Ол жоғарғы деңгейде тұруы қажет. Яғни топырақпен көп дегенде 1 сантиметр ғана топырақпен жабылып тұрса жарайды. Қолыңызбен қазып қараған кезде қолыңыз жаңағы картошкаға тисе дұрыс орналасқан болып табылады. Видеомызға оралайық. Біз барлық замекулькас гүлін тамырын топырақтан тазартып алдық. Топырақтарын қараңыздар, қап-қара, ап-ауыр және ылғалға толы. Топырақтан босатып алған
доллар гүлін суға салып қоюымыз қажет болады. Бізге кез келген өсуді жылдамдататын препарат қажет. Менде Гуми Кузнецова. Егер болмаса, сіз эпин немесе циркон алсаңыз болады. Осылай суға салып, гүлдерімізді 2 сағатқа қойып қоямыз. Бұл препараттар бізге не үшін қажет? Біз топырақтан босатып алғаннан кейін тамыры шамалы стрессте болады. Сол үшін біз пайдаланамыз. Яғни стресстің алдын алу үшін. Арада 2 сағат уақыт өтті. Барлық гүлдерімізді судан босатып алып, тағы да 2 сағатқа тамырын кептіріп қоямыз. Гүлдеріміздің тамырлары кеуіп тұр, көріп тұрдыңыздар. Тамырларын шіріген, шіремеген, қай жерде сау, барлығын тексеріп шығамыз. Шіріп кеткен картошканың орындары болса, барлығын алып тастап тазартамыз. Бұл гүлде сабақ болмайды. Бірақ қалай түсінікті болса екен деп, мен сізге діңі деп айттым. Жапырақтары және астындағы картошкасы болады, және тамырлары болады. Мына жапырақты алар болсақ, осы картошкасы шіріп кеткен, астында қарасаңыз, яғни картошкасы жоқ. Таза шірген қара точка тұр, ол әрі қарай шірейді деген сөз. Сондықтан осы қара точка болмас үшін, толық әппақ болу үшін барлығын қиып тастаймыз. Және қарайған, артық шірген тамырлардың барлығын қайшымызбен қиып шығамыз. Бұл видеоны мен жылдамдатпадым. Сіз көріп, көзіңіз анық жетуі үшін видеоны қалай түсірдім, сол күйде сізге қалдырдым. Қарайған, шіріген тамырлардың барлығын қидық, тексеріп шықтық, барлығы тап-таза. Келесі жапырағымызды осылай тексеріп, шіріген тамырларын қиып тастап, өңдеу жүргіземіз. Тағы бір гүлімізді алар болсақ, қарап тұрыңыздар, діңдері солып қалған екен, я? Сол діңдерді біз қазір кесіп алып тастаймыз. 2-ге бөліп алдым. Тамыр жүйесін тексердім. Бізге қажет емес деп санаған діңдерін қиып, жапырақтарын қиып, бұл гүлге де өңдеу жүргіземіз. Сабақтарын қазір алып қоямыз бөлек. Мына сабақтың тамыр жүйесін қарасаңыз, артық шірген картошканың бір бөлігін қиып тастадым, әппақ, тап-таза. Енді тамырларын толығымен қиып шығамын. Яғни сау тамыр емес, шіреген тамырларды қиып тазалап, толықтай тексеріп шығамын. Келесі бір жапырақты алдық. Өзі жағдайы нашар бола тұра жаңа жапырақ шығарып келе жатыр екен. Кейбір діңдері әжімделген екен. Әжімделген діңдерді алып тастаймыз.
Бірақ алып тастап бұны лақтырып тастамаймыз. Тағы тамырлатып көбейтеміз. Сау деп тапқан жапырақтарды біз қалдырамыз. Және тамыр жүйесін тексеріп шығып, шіріген, қарайған, жарамсыз деп таныған тамырлардың барлығын біз тез-тез қиып шығамыз. Сабақтарды, жапырақтарды тексеріп шығып, керек емес, жарамсыз деген жапырақтарды қиып, тазалап, өңдеп алдық. Енді біз топыраққа көшеміз. Біздің топырақ қандай болу қажет? Біздің топырағымыз жеңіл, ауа, су өткізетін болу қажет. Мен агробалт алдым, сары түсті. Егер сізде көк түсті болса, ештеме қылмайды. Өте жеңіл, үлпілдек топырақты қарап тұрсаңыз, иә. Бізге агробалт қажет болады, және шеге құм міндетті түрде қажет болады. Агроперлит, перлит қосамыз. Сосновый кора қосамыз. Коко чипсы қосамыз. Олардың барлығы разрыхлитель. Топырақты жақсылап араластырып аламыз. Топырағымыз дайын, өте керемет, құнарлы топырақ болып табылады. Топырақты дайындап алдық, енді егу процесіне кірісеміз. Топырақ аламыз, және бізге ыдыс қажет болады. Мен бұрын келген ыдыстарды ішін жуып тазалап алдым, яғни өз горшогына қайта отырғызатын боламын. Бұл корица. Корица не үшін қажет? Корица тамыр жүйесінің әрі қарай шірімес үшін қажет болады. Жаңағы кесілген діңдер бар, сол жерлерді мен корицамен өңдеу жүргізіп шығамын. Осылай корицаны сеуіп, жағып шықсақ болады. Барлығына солай жасап шығамын. Горшокқа топырақты жақсылап салып алдық. Гүлдерді орналастырып шығамыз. Бұл сеуіп жатқан цион для цветов. Ешқандай удобрение құйып, әуре болмас үшін, тек қана суару үшін гүлдерге мен цион қосып шықтым. Топырақпен толықтырып шығамын тағы да. Қатты баспай, сәл ғана қолымызбен тығыздап шығамыз. Топырақ жеңіл болғандықтан тағы да шамалы топырақ салдым. Гүліміз дайын болды. Әрі қарай гүлдерімізді осы рецептпен, яғни осы деңгеймен барлығын топырақпен толықтырып алып, асты жағына отырғызып шығамыз. Процесті тамашалап отырыңыздар. Егер сіздерде түсініксіз сұрақтар туындаса, комментарий арқылы сұрауларыңызға болады. Өте ұзын әдемі гүлдерімізді орналастырып шықтым. Міндетті түрде цион себуді ұмытқан жоқпын. Гүлдердің жапырақтары ұзын болғандықтан және жаңа ғана топыраққа орналасқандықтан біз оны бекітіп шығуымыз қажет болады. Мен хамут алдым, хамутпен бекітіп қойдым. Өйткені тамыр жүйесі топыраққа еніп, топырақпен тығыз байланысып кетем дегенше сәл ыңғайсыздықтар туады. Яғни жанына құлап кетуі мүмкін, салмағын ұстай алмауы мүмкін, себебі бізде топырағымыз өте жеңіл, ал замек үлкіскүлін білесіз, жапырағы ол өте мощный, өте ірі. Сондықтан біздерге орыс тілінде айтқанда опора қажет болады.
бекітуші қажет болады. Гүлдерімізді толығымен орналастырып шықтық. Қарап тұрғандарыңыздай бәрі әдемі. Енді бізге жаңа қиып алған жапырақтарымыз қалып қойды. Міне осы қиып алған жапырақтарды тысымызға топырақ салып алып, міндетті түрде сүйон қосып, осылай топыраққа орналастырып шығамыз. Бұл бізге тамырлату үшін қажет болады. Бір ыдысқа көп деп сала беруімізге болады, себебі біз бұл гүлді тамырлатамыз. Және кейін астында картошкасы пайда болып, тамыры пайда болғаннан кейін қайта отырғызу қажет болады. Осылай орналастырып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай гүлдеріміз болды отырғызылып, енді бұл гүлдерді терезе алдына қоямын. Менде терезе алдында күн сәулесі қатты түспейді. Менің терезелерім қараңғыланған. Видеодан қандай да бір пайдалы ақпарат ала алсаңыз, бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.